Олимбет – это лучший букмекер Казахстана. Регистрируйтесь в Олимбет и забирайте гарантированный бонус 10 тысяч тенге. Олимбет и Найза – партнерство силы и духа. Ардақ достар, міне Қайрат Ақыт пен Қантемір Шогенов арасындағы жекпе-жек басталды. Қайрат алаңның ортасына қарай қожалық етуге ниетті, дегенмен Шогенов жас әрі қауіпті жауынгер деп айтқан болатынбыз. Міне осындай аңдысу, арбасу әрекеттері басталды. Жігіттер енді жас жалындап тұр, сондықтан да қазір тіке соққы Шогеновтың алдыңғы қолмен жасаған және де лоу-кик, қауіпті. Қайрат Ақыт үшін мынандай соққыларды өткізуге мүлде болмайды. Неге? Өйткені осындай тіке бағытталған қауіпті соққылардан көз жазып қалатын болса, онда Шогеновтың құрсауында шөгінделуге тура келеді. Және тамаша бір ұмтылыс. Бұл жерде Қайрат Ақыт шындығында... Очень опасно прошел Кайрат. Но нет, все-таки встали они в стойку. Опять же напомним, что Шогенов тренируется у Алибагова. И, наверное, в план на бой Акыта не было внесено вот этот вот сам партер. Потому что внизу слишком опасно. При этом Кантемир в каждый удар вкладывается. Жесткие кики, жесткие джебы. И пока что Кайрат пытается как найти свою дистанцию и найти свой ритм боя. У него не очень получается, но партер он избежал, что уже для него хорошо. Шогенов үшін қазір айы оңынан туып тұрғандай, әзірге барлық жұмсаған соққылары жетті, құрған жоспарын сәт сайын жүзеге асыруда. Қайрат Ақыт үшін қазір енді қашықтықты дәл табу керек. Әсіресе тіке тұрып ұрысатын сәтте мынандай соққылардан көз жазып қалуға болмайды. Нет, Акыт как переживает это все, потому что было такое плотное попадание коленом, но, видимо, смог Кайрат это пережить. И вот теперь начинается игра Кантемира, вот эта вот самая игра в партере с контролем, то, что Алибагов умеет делать отлично, и, думаю, научил Кантемира. Выходит он на глубокую удушку, rear naked choke, и я думаю, что это конец, да? Және осы сәтте Қайрат Ақыт беріледі ме жоқ па деген сауал өкінішке міне. Это конец. Всего 2 минуты. Но опять же напомним, что Шогенов Кантемир это ученик Алибагова, а тут если ты попадешь уже с ним в партер, то остается, наверное, только стучать. Алибаговтың шәкірті Шогенов болса, бұл жерде Қайрат Ақытта тектен-текке тер төгіп жүрмеген жауынгер екендігін көрдік бағана соққы алмасу сәтінде де. Дегенмен енді бұл тұста шындығында Кантемир Шогеновтың бабы басым болды. Және де Қайрат өзі қателік жасау барысында артына қарсыласын өткізіп алғандықтан осылай жеңіліске ұшырады. Серик, вопрос к тебе. Вот мне сейчас очень понравилось выступление Кантемира. Понятное дело, что дрался он с парнем тоже начинающим, но вот, знаешь, по мускулатуре, по тому, как он хладнокровно ко всему этому подошел, такое чувство, что парень может хорошо закрепиться, в принципе, в топах полулегкого веса Лиги Найза. Мен ойымша, бұл жігіттің алдағы жолы үлкен.